Алмас Алматов деген ағамыз айтатын. Кішкентай кезім бір ұстарашы әкемнің шашын алып жатырды, сырылдатып ұстарамен. Көрші үйдің екі баласы келіп отыр еді, жетім балалар еді. Содан кейін әкемнің айта беретін сөзі айналайын, айналайын деп айта беретін. Жаңағы екі балаға айта берді дейді. Ой, айналайын сен, ой, айналайын деп енді 10 ба, 20 ма, 30 ба әйтеуір көп айтқан екен. Әкесінің шашын алып жатқан кісі айтты. Қожакау, мен шашыңызды қырып жатырмын. Алмас шашыңызды жібітіп, құманға су жылтып жүгіріп жүр. Осы қалың айналайыныңыздан бізге де бір екеуін берсеңізші деп айтты. Сонда күлді дейді ол кісі. Айналайыннан артық қандай сөз бар дейсің, айналайын. Деді де қойды дейді. Сонымен екі бала шығып кетті. Қазақ жетімнің көзінше баласын еркелетпейді. Жетімнің көзінше баланың басынан сипасаң, ол жетімнің қақсын жегенмен бірдей деп айтты. Көңілді қалай аялайды. Адамшылықтың, кісіліктің осы шыңы. Ақпарат ұнаса арнамызға жазыл.